Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен асқабақ қосылған пирог жасау рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге 2,5 стакан ұн, 1 стакан айран, 1 жұмыртқа, 4 ас қасық сұйық май, жарты шай қасық тұз және 3 шымшым ас содасы қажет. Айранды, жұмыртқаны, майды, тұзды және ас содасын қосып араластырамыз. Үстіне ұнды біртіндеп қосып отырып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Салмасы үшін бізге 400 грамм тартылған ет, 3 грамм кинза, 350 грамм асқабақ, 2 пияз, 2 сарымсақ бөлігі, 1 шай қасық тұз және жарты шай қасық қара бұрыш қажет. Асқабақты текшелеп тураймыз. Пиязды тілімдеп тураймыз. Сарымсақты ұсақтап тураймыз. Кинзаны да ұсақтап тураймыз. Барлық қоспамызды біріктіріп, үстіне дәмдеуіштерімізді қосып, араластырамыз. Тартылған ет майлы болса, пирогымыз дәмді болады. Қамырды 2-ге бөлеміз. Бір жағы үлкендеу, бір жағы кішілеу болады. Қамырды жаямыз. Пештің табасына пергамент қағазын төсеп, бірінші жайған қамырымызды салып, үстіне салманы саламыз. Екінші қамырмен бетін жауып, түйіп шығамыз. Бір жұмыртқаның сарысына 1 ас қасық сүтті қосып араластырып, пирогтың үстіне жағамыз.
Пирогтың үстін шанышқының көмегімен тесіп шығамыз. Ортасынан тесік жасаймыз. Буы сыртқа шығып пісу үшін. Үстіне күнжіт дәндерін себеміз. «200 градус қызып тұрған табада 35-40 минут пісіреміз. Пирогымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын.